Сен бір кездері ойландың ба, неге кейбір адамдар адам сенгісіз биіктерге жетеді, ал дәл сондай ақылды, дәл сондай дарынды жандар жылдар бойы бір орында тұра береді? Олардың құпиясы неде, таныс тамыр ма? Сәттілік пе? Әлде данышпандық па? Жоқ. Көбіне айырмашылық ақылда да емес, мүмкіндікте де емес. Айырмашылық әдеттерде. Бүгін мен саған Араф есімді бала туралы оқиға айтып беремін. Оның жолы тағдыр бір ғана батырлық қадаммен шешілмейтінінің дәлелі. Тағдыр күн сайын қайталанатын, көзге көрінбейтін кішкентай әрекеттерден құралады. Егер сен өзіңді тығырықта сезінсең, егер армандарың қол жетпестей көрінсе, әр сөзге мұқият құлақ түр. Бұл видео сенің өміріңді қайта құрастыруға арналған нұсқаулық болмақ. Үндістандағы Чандампур атты тыныш қалашықта Араф есімді бала өмір сүрді. Ол қиялға бай, идеяларға толы еді. Армандары аспаннан да биік болатын. Ол өзін үлкен сахнада сөйлеп тұрғанын елестететін. Қымбат костюм киіп, беделді кеңсеге кіріп бара жатқанын көз алдына келтіретін. Өзін табысты, құрметті, маңызды адам ретінде көретін. Бірақ бір мәселе бар еді. Араф өте тіпті апатты деңгейде еріншек болатын. Әр таң сайын анасы есікті қағып: "Араф, тұр. Күн көтеріліп кетті. Күн сені күтпейді", дейтін. Ал ол көрпесін басына жауып, "Тағы 5 минут" деп күбірлейтін. Ол байлық пен даңқ туралы армандайтын. Бірақ сол армандар үшін саусағын да қимылдатпайтын. Араф айналасындағы адамдарға сүйсіне қарайтын. Таңнан кешке дейін жұмыс істейтін дүкеншілер, ісіне жанын салған мұғалімдер, тік жүрісімен тәртіп пен намысты білдіретін полиция қызметкері. Ол солардай болғысы келді. Бірақ ең маңыздысын түсінбеді. Жетістік мәреге жету емес, жетістік үрдіс. Бір күні түнге дейін оқуға шешім қабылдайды. Келесі күні бірнеше сағат бойы батпырау ұшырып, крикет ойнайды. Арманы бар еді. Бірақ жоспары жоқ. Қабілеті бар еді. Бірақ іргетасы жоқ. Қала шетінде Гопал Кака есімді қарт тұратын. Бұрынғы әскер офицері. Тәртіптің тірі үлгісі. Ол күн шықпай тұрып оянатын. Ауласын сыпыратын. Гүлдерді суаратын. Жаттығу жасайтын. Кітап оқитын. Бір күні Араф сұрады: "Кака, неге сіз күн сайын бірдей нәрсе істейсіз? Жалықпайсыз ба?" Қарт жымиып жауап берді: "Әдет бұл тұқым. Бүгін еккенің ертең өседі. Қазір жемісін көрмеуі мүмкін. Бірақ бір күні әдеттерің сені асырайды немесе аш қалдырады. Жетістік сәттіліктен келмейді. Ол темірдей тұрақтылықпен қайталанатын ұсақ әрекеттерден келеді." Бұл сөздер Арафтың жүрегіне жетті. Келесі күні Араф күн шықпай оянды. Денесі қарсыласты. Миы тағы бір сағат ұйқы сұрады. Бірақ құлағында бір ғана сөз жаңғырып тұрды: "Әдет тұқым." Ол далаға жүгіріп шықты. Бірінші күні 200 метрді әрең жүгірді. Өкпесі күйді. Жүрегі атқылады. Аяғы ауырлады. Көп адам сол жерде тоқтар еді. Бірақ Араф тоқтамады. Келесі күні де шықты. Одан кейінгі күні де. Күн сайын. Аптадан кейін тағы бір әдет қосты: күн сайын 1 сағат оқу. Ол бұл туралы ешкімге айтпады. Жар салмады. Тек тыныш бұрыш тауып, бұрын жек көрген пәндерді оқи бастады. Апталар айларға айналды. Қиын күндер болды. Шаршаған сәттер болды. Достары серуенге шақырды. Бірақ ол бір нәрсені түсінді: жүйелі қайталанған кішкентай әдеттер жарқ еткен үлкен талпыныстардан әлдеқайда күшті. Қалада беделді шәкіртақы бағдарламасы ашылды. Физикалық тест. Күрделі жазбаша емтихан. Студенттер бір аптада бәрін жаттауға тырысты. Түндер бойы ұйықтамады. Өздерін қинады. Ал Араф сабырлы еді. Ол дайын болатын. Жүгіру күні келгенде көпшілік басында бар күшін жұмсап, кейін шаршады. Ал Араф өз ырғағымен жүгірді. Тұрақты, нақты жаттығулармен шыңдалған. Ол алдыңғылардың қатарында мәреге жетті. Емтиханда да солай болды. Басқалар абдырап отырғанда ол сенімді түрде тапсырмаларды орындады. Нәтиже жарияланды. Араф тек өткен жоқ. Ол ең үздік болды. Ол Гопал Каканың үйіне жүгіріп барды. "Кака, мен істедім. Мен сенбедім, бірақ сіз дұрыс айттыңыз." Қарт жымиып, мотивация бастауға көмектеседі. Бірақ мотивация жоғалғанда сені алға жылжытатын әдет. Сол күннен бастап Араф өзгелерге үлгі болды. Ол жастарға үлкен өзгеріс үлкен секірістен емес, кішкентай қадамдардан басталатынын үйретті. 15 минут ерте тұру. 5 бет оқу. 10 минут жаяу жүру. Бір мақсат жазу. Бір күнде бұл болмашы көрінеді, бірақ оны 1000 рет қайтала, өміріңді танымай қаласың. Жылдар өтті. Араф бала кездегі арманынан да биікке көтерілді. Бірақ бір сабақты ешқашан ұмытпады: ұлы нәтижелер кенет шабыттың жемісі емес. Олар шыдамның, тәртіптің және күнделікті еңбектің жемісі. Сен бір жылдан кейін кім боласың?
Бұл келесі 5 минутта не істейтініңе байланысты. Тұқымыңды ек. Уақытың басталды.